Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте жұмсақ, аштықсыз дайындалатын шелпектермен рецептімен танысатын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм сүт, 1 шай қасық тұз және 1 ас қасық шекер, 4 ас қасық сұйық майымызды жақсылап сүтімізге араластырып аламыз. Және жарты шай қасық немесе 1 шай қасық сода салатын боламыз. Және 1 жұмыртқа қосатын боламыз. Барлық сұйықтығымызды жақсылап араластырып аламыз. Осылай қасықтың көмегімен немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге 350 грамм мен 500 граммның аралығында жұмсақ қамыр шығатын ұн қосамыз. Мен барлығын көз мөлшерімен жасап жатырмын. Міне осындай жұмсақ болып шығу керек. Осы қамырымызды жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыздың июі қанды, жақсы сіңді қоспалары. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Осылай зуалай етіп аламыз, ұрпағымызды сеуіп. 4 зуаламыздың бетін жауып, шетінен алып, шелпегімізді жаятын боламыз. Осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Енді осы 4 бөлікті мен 7 бөлікке бөлетін боламын. Осылай барлығын бірдей бөліп алдым. Бұл бөлінген қамырларымызды да кішкене зуала қылып аламыз. Жайылғанға бір тегіс домалақ болып шығады. Дәл осылай істеп аламыз барлығын. Барлығы дайын. Енді дөңгелектеп осы кішкене зуалаларымызды шелпек қылып жайып аламыз. Осылай оқтаудың көмегімен әдемілеп жайып аламыз. Қатты жұқа болмауы қажет, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Осылай барлық қамырымызды дайындап, отқа майымызды қыздырып, осы шелпектерімізді пісіретін боламыз. Барлығын осы рецепт бойынша істеп шығуды керек, өйткені көп мөлшерде де қажет етпейді. Өте дәмді, өте жұмсақ шелпектер шығатын болады. Осылай майымызды құйып алып, біртіндеп салып пісіріп аламыз. Қараңыздар, қандай көтеріліп жатыр. Ешқандай аштықмен көтеріліп піскен бауырсақ пен шелпектен еш айырмашылығы жоқ. Жақсы көтеріліп жатыр бауырсағымыз, қараңыздар. Осылай қызартып пісіріп аламыз. Менің каналыма жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай барлық шелпектерімізді қызартып пісіріп аламыз. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, көтерілімі жақсы. Кез келген қонағыңызға да, үйге шайға да өте дәмді шелпектер. Қараңыздар.